Номері 82-ші орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі Беспаева Руменқызы. Қазақ тілі сабағымыздың тақырыбы ілікті сөйлем. Сабағымыздың мақсаты сөз сөйлемдердің ара-жігін анықтайды, сөздік қорын толықтырады. Орынды сөздік қорды қолданып, өз идеялары мен сезімдерін бейтаныс жағдаяттарда түсіндіреді. Балалар, сабағымызда жағымды ахуал тудыру үшін тақтаға назар аударып, менен кейін қайталайық. Осы біздер қандаймыз, талабы биік таудаймыз, ақылдымыз, парасаттымыз, көңілдіміз, үлкенге ізеттіміз, кішіге қамқормыз, көп оқимыз, өнерліміз. Тамаша, жарайсыңдар. Үй тапсырмасын қорытындылау мақсатында өрмекші төл әдісі арқылы арақашықтықтай отырып, бірнеше сұрақтарға жауап берейік. Сөйлем дегеніміз не? Тамаша, жарайсыңдар. Сөйлемнің неше түрімен таныстық балалар? Екі түрімен. Хабарлы және сұраулы сөйлем. Тамаша. Сұраулы сөйлем дегеніміз не? Жарайсыңдар. Сұраулы сөйлемге мысал келтірейік. Сен 5-ші сыныпта оқисың. Жарайсыңдар. Балалар, бүгін біз жаңа тараумен, жаңа тақырыппен танысамыз. Ол үшін жұмбаққа жауап берейік. Сен неге айғайлай бересің? Сөйлемге қандай мағына бересің? Жөн жосығыңды түсіндірші. Жазуда қай жерде келесің? Мен ылғи айғайлай бермеймін. Қуана да, күле де білемін. Кейде өкініп, кейде ренжісем де, көбінесе көтеріңкі, көңілді жүремін. Сөйлемдерге көтеріңкі дауыс беремін. Сондай сөйлемдердің соңында келемін. Қалай ойлайсыңдар балалар? Бұл қандай сөйлем? Лепті сөйлем. Жарайсыңдар. Лепті сөйлемді бірнеше көңіл күйді білдіреді дедік. Қуану, өкіну, бұйыру. Мысал келтіре кетейікші балалар. Мысалы, қуануға. Алақай, атам келді қаладан. Қуанышты сезімді білдіріп тұр, иә? Тамаша, жарайсыңдар. Басқа өкіну де, бұйыру сөздеріне дұрыс мысал келтірдіңдер. Жарайсыңдар. Есімізде сақтайық балалар, тақтаға назар аударып, лепті сөйлемнің анықтамасымен танысайық. Лепті сөйлем дегеніміз адамның көңіл күйін білдіреді дедік. Олар үнемі көтеріңкі дауыспен айтылады. Лепті сөйлемнің соңына леп белгісі қойылады. Есімізде сақтаймыз. Оқулығымызды ашып, оқулықта бірінші жаттығуды мұқият тыңдайық. Табиғат тіршіліксің тұнып тұрған, сен күнсің көтерілген күліп қырдан. Сен көлсің, сен ормансың, сен бұлбұлсың, адамды сұлулыққа құнықтырған. Сен жарықсың, сен жерсің, сен гүлсің, сен адамсың, сен ауасың, сен анамсың, бәрі сен, менің өмірім, сен сыйлаған, туған жерім, отаным Қазақстан. Тамаша балалар, осы өлеңге енді біз тақырып қоюымыз керек. Бірінші өлең не туралы балалар? Табиғат жайлы, дұрыс. Қандай тақырып қоюымызға болады өлеңге? Табиғат деп қоюымызға болады, және туған жердің табиғаты деп қойсақ та дұрыс болады екен. Тамаша балалар. Ендеше дәптерімізді ашып, дәптермен жұмыс жасайық. Сурет бойынша білетіндеріңді айтып көріңдер дейді. Тақтаға назар аударайық балалар. Қандай суреттер көріп тұрмыз? Пілдің суретін, су бұрқақтың, гүлдің суретін, баланың суретін. Тамаша. Суретті бір сөзбен қалай айтуға болады? Табиғат. Бізді қоршаған орта ол не екен балалар? Табиғат. Тамаша, жарайсыңдар. Мысал келтірейік. Іске сәт. Дұрыс мысал келтіреді деп сенемін. Мен де мысал келтірдім балалар. Менікімен де салыстырып көрейік. Қандай әдемі гүл. Мына пілдің үлкенін ай. Алақай, бүгін менің туған күнім. Алақай, біз жеңдік. Өзіңді қоршаған ортаны ластама. Жарайсыңдар. Тамаша балалар. Үшінші жаттығуға назар аударайық. Өлеңнің тақырыбы қалай аталады? Балақай мен қалақай. Өлеңді мұқият тыңдайық. Саяхаттап көрдік қыр. Қырға бардық тердік гүл. Айқайлайды балақай. Алақай-ау алақай. Жапырақты үземін, гербарий ғып тіземін. Ол қурайды бас салды, міне шатақ басталды. Қарып алды қалақай, жылап қалды балақай. Тамаша балалар. Бұл өлеңде сендерге қандай сөзбен таныс емес сөздер бар ма?
Гербарий дегеніміз өлеңде айтып тұрғандай жапырақты үзіп бір жіпке тіземін. Ол кезде өсімдік жапырағымыз кеуіп қалады. Соны біз не деп айтады екенбіз? Гербарий. Үйден жасап көруілеріңе болады. Дәптерге 4-ші жаттығуды жазайық. Тиісті дауыс ырғағымен оқимыз. Алақай, алақай, күн шықты, жер үстіне нұр шықты. Өлең шумағы қалай әсер етті, балалар? Қандай көңіл күй? Көңілді дауыс ырғағымен оқимыз. Тамаша. Жақсы көңіл күй сыйлады деп сенемін. Қалыптасушы бағалау тапсырмасын орындайық. Сөйлемдердің соңына тиісті тыныс белгісін қоямыз. Хабарлы сөйлемде қандай тыныс белгі қоятын едік, балалар? Нүкте, дұрыс айтасыңдар. Сұраулы сөйлемде сұрақ белгісі, бүгінгі лепті сөйлемімізде леп белгісін қоямыз. Іске сәт. Дұрыс орындады деген сенімдемін. Жарайсыңдар. Сабақты бекіту мақсатында семантикалық картамен жұмыс жасаймыз. Сөйлемдерге назар аударамыз. Лепті сөйлем, сұраулы сөйлем, хабарлы сөйлем соңын. Сұраулы сөйлемдерге, хабарлы сөйлемдерге белгі соғамыз. Барлығын дұрыс орындады деген сенімдемін. Тамаша, жарайсыңдар. Сабағымызды бағдаршам әдісі арқылы бағалайық. Қызыл түс түсінген жоқпын, сары түс әлі де практика қажет сұрақтарым бар, жасыл түс барлығы түсінікті. Бүгінгі сабақ сіздерге түсінікті болды деген сенімдемін. Жарайсыңдар. Келесі сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар.